Пәк қыз. Көбі білетін шығар, естіген шығар. Пәк қыз деп беріліп таралып жүрген өлең бар. Өлең негізінен ұятсыз түрде жазылған. Расында ол Мұқағали атамыздікі ме? Біздің айтарымыз жоқ. Бұл да оған жабылған жала. Ал Мұқағалидікі болмаса, онда кімдікі? Өлеңнің негізгі атауы алғаш барғанда екен. Ал оны жазған Аслан Қажен есімді кісі. Жалпы ол туралы айта кетсек, Аслан Қажен бір жағынан ақын, тағы бір жағынан журналист кісі. Ол кісінің туалеттегі туынды қоқыс жәшігі атты жинақтары бар екен. Сол жинақтарында бұл өлең жарияланған. Жалпы қазір дұрыс ізденіп түп нұсқасын қарамасақ, адамдар кез келген нәрсені бұрмалай салуға дайын тұрады. Мұқағалидікі деп алғаш барғанда атты өлең тіптен Мұқағалидың өлеңдер жинағына да енген екен. Сондықтан кітаптарға да сенім жоқ. Ана жолы Міржақыпқа да талдау жасағанбыз. Бұлай бұрмалау кімге қажет болды екен? Неліктен біз ардақты тұлғаларымыздың атынан өтірік нәрсе таратамыз да жүреміз? Мәліметтер Қайрал қазақ әлеуметтік парақшасынан алынды.